Жастар ақындардың 7-ші жұбы ортаға шығады. Бұл Шымкенттен келіп тұрған белгілі ақын Карима Оралова. Карима талай рет Айтақын Бұлғақовпен айтысып еді, енді бұл жолы Карима мен Айтақынның баласы Жандарбек айтысады. Жандарбек Бұлғақов. Сәрсеннің сынығынан үлгі алмай ма, туған жерді ұмытқан қас кеуделер ай.
Карима, амансыз ба, оралы ба? Мен сізді бүлгедемін бараруға. Балқашқа келген бүгін құрметіңе түйе сойсамаз болар қонағыма. Қасқайып қарсы келген қарсыласқа қадалып қандалабай қан алуға. Шымкентте ажарыңды күнбақтаған тап болдың бақанастың боранына. Балағайдан келді деп бәле салма, ақындардың құрамы жаңаруда. Шал демей айты сайын, бала демей дайынсыз жан берісіп жан алуға. Балалығым боп жатса кешірерсіз, тастамай 9 жолдың торабына. Енесі тепкен құлы не ауырмас, мен келдім етегіңе оралуға. Келген соң айқасуды мұрат қылып, жырымды жақтым елге шырақ қылып. Айтыстың көгін дәпке қалықтайық, кәдімгі қар өлеңнен пырақ мініп. Өміріңді маржандай мен тізейін, ендеше тыңдай берші құлақ түріп. Шоқ жасағал айтыстың Шорабекпен өнердің шаршалаңын сынақ қылып. Сырдағы Кенжебайды жақтырмадың, манаптай мұрның жоқ деп сыбап тұрып. Сары тенде қуанышпен бір айтыстың қарағанды тұлпарын тулақ қылып. Осылардың қорлығы өткеннен соң келдің бе қадірімді бірақ біліп. Шалдардан шаршағаның көрініп тұр, баламен көрістің ау жылап тұрып ай. Әпкетай бұлдамайық жасарасын, несіне бала көрсең қасарасын. Айтыстың қос түзгінін тең ұстаған, білесің жүрсін ағам асабасын. Ашымаған сүт қымыз дегеніңмен бұл сөзбен қай бұрышқа қашаласын. Мақтаған қыз той болса бүлдіруші ет, шырылдап ішек қарның босамасын. Сүт қымыздың екпіні жаман болады, ішіңді бұлқан талқан жасамасын ай. Сен бұлғақып болармен айтақынға тартпасаң, мына бала не дейді сүт қымыз деп мақтасам, ішімді айдайым деп отыр қайтеді әдеп сақтасаң, кейін қарай кетерсің ас қазанына жақпасаң. Әкеңе тартқан екенсің бір жерде тыныш жатпасаң. Көп ақынмен айтысқан рухани көбет қорегім, Шорабекпен айтыссам қайнағам еді, ол менің иіліп сәлем беремін. Кенжебаймен аман жол, замандастарым қашанда қадірі білер өредің. Әкеңмен сенің айтысып тұлпарға оны теңедім. Соның бәрін шал депсен, шағасың мұңды неге мұң? Сол шалдардың жауабын айтайын сөзбен себебін. Әкеңнен өтіп бұлқынып, сен кепсің енді жолқынып. Шегірткенің айғыры жетпегені сен едің. Жаста болса топ жарған, болмай тұр бірақ таласым. Сөздері оқтай атылған, көздегі ақ пен қарасын. Бәйге келіп қуантқан жеті судың даласын. Аузын алмай сөз бастамас бақты байдай бабасын. Ұқсамасаң тума
шықпаған су жаңа көлік сияқты сен әлі жап жаңасың. 12-ден бір гүлің ашылмаған баласың. Жүзіңнен балдай айналдым, қызым мен жасты баласың. Дананың тастап кеткен хаты бар ғой, көзінде Кариманың оты бар ғой. Шегірткенің айғыры дегеніңне санаңды билеп аптау сасыған ой. 13-те ата-бабам отау құрған, ал менде 16-ның оты бар ғой. Шегіртке болсам дағы шегінбеймін, әйтеуір айғыр деген аты бар ғой. Bir Алла жаратушы төбемдегі, дейсің ау мұншалықты шебермеді. Әкеңдей сенде тыныш жатпайсың деп Карима қасындағы сөгермені. Әкеміз тыныш жатар адам болса, өмірге мендей бала келермеді. Айтыста сағың әпке сынбас екен, өлеңің өміріңмен сырлас екен. Қызыңды Жандарбекке бере салса, әйтеуір мына менімен құрдас екен. Сізге күйеу болам деп мен отырмын, әкемде арызымды тыңдас екен. Қалың мал қымбат жерге соқтықтың деп шашымды бір-бір талдап жұлмас екен. Карима бүгін мені мақтап отыр, жас бала үмітіңді ақтап отыр. Қызым мен жасты ғой деп мына бала томпішіп бойға шапан шақтап отыр. Шымкентский вариантты білеміз ғой, астарлап күйеу бол деп қақсап отыр. Теңіне де тегін бірмей сіздің Шымкент қалың малдың дәстүрін сақтап отыр. Қызың пысық болмаса тағалмаймын, көзім көрмей көңілім ақсап отыр. Ордаға шешем ғой деп әкелгесін, айтқаның мақал болсын, мәтел болсын. Оймақтай оңтүстіктің бір аруын ағалар неге маған әпермесін. Қызыңыздың қызығын мен көрейін, құдағидың қызығын әкем көрсін. Мына бала не дейді? Айтыс көп кетті, қалай бұл? Бөріктінің намысы бір, жігіттердің бәрі айғыр. Bir atarı қалмаған әкең бопты кәрі айғыр. Жетісудың жүрігі сен боп тұрсаң сары айғыр. Айналайын бірақтай батыраштардан абай жүр. Қызымыздың әкесі қожаның еді ұланы. Қызыңызды алам деп Жандарбектей баланың қызық болдау сұрағы. Оны да уақыт көрсетер, келісім емес бұл әлі. Оңтүстікті білесің, салт дәстүрдің тұрағы. Сондай айтақын шіреніп, қожадан таппақ құданы. Айтыста көлік беретін, өнеріңе сенетін, өмірзақтай өз аған қайнатаң болып шығады. Бұл заманның жастары құралмай жатып бастары, қайын жұртына көз түгіп, еселдеп есебін түгелдеп тұрады. Қыз айттырып алдымен әкең келсін, одан соң көкең келсін, жәкең келсін. Біздің қыздың нағашысы төрде отырып батасын Исраил көпен берсін.
Айтақын жаста болса балдай болады, ал Айтақын әкесі нардай болады. Айтақынның бақсы деген аты бар еді, білмеймін біздің жағдай қандай болады. Бізде халық жағдай болады. Біздің де үйдегіміз тентектеу еді, екі бақсы құда болса қандай болар? Дәметіп әпкемізден балдай боза, тақылдап таппай отыр таңдай маза. Үйдегі ағаң тентек деп қорқытпаңыз, оларға қолданатын бардай жаза. Қожалар сабыр сүйір салмақ деді, апырай сенің жалың қандай қожа. Сырымды алдырмаймын жамандарға, ал енді маған айтар табаң бар ма? Дегендей жыртық үйдің құдайы бар, бір қызды бұйыртқа алдырмағанды Алла. Менің әкем бармайды бас құда боп, мырзатаймен жүрсіндей ағам барда. Шалыңның қож екенін бір көрейін, осыларды күтетін шалаң бар ма? Алқынбай шабатұғын кең даланы, Карима жүйріксіз ғой ең бағалы. Бір кезде бұраң белді қыз едіңіз, осылай әзіл десем жөн болады. Білгенге бала тілі бал емес пе, еңкейген кәріге де ем болады. Кемпірді де қыздай деп мақтай салсаң, сезімдері телегей сең болады. Әкемді шал жауған деп жақтырмаушем, қомсынбай отыр енді мен баланы. Айтыс сайын әкелі балалы боп, жан жақтан тартқыласақ нең қалады? Бөріден аман кеткен қызыл түлкі, бәрібір бөлтірікке жем болады. Дейсің бе сіздің қожа қайдан шыққан? Осындай сөзден кейін майдан шыққан. Майлы қожа құлыншақтың ұрпағы еді, жігітіміз емес ет жайдан шыққан. Кариманың жүрегін жаулап алған, жігіттің сұлтан еді ойдан шыққан. Бақанастың белінде өткізген өмір ағымын, өмір зақтай ана ағаның, ел жұртының алдында арттырып сөзбен қадірін. Кетсек бүгін жарасар, жандырып жырдың жалынын. Оспан қожа сәрсенмен өмір зақтай ағаның жасаған ісі ұрпаққа болады дейміз тағылым. Ақ жүністей анамыз жастайынан айтысып жинаған жырдың лағылын. Тауқымет қанша көрсе де Алладан сұрап сабырын. Өзі өлсе де жақсының сөз өлмейді деген бар, халық айтқан мән ұғым. Осындай отты өшірмей өмір зақтай ағамыз лаулатқан қайта жарығын. Оспан қожа ұрпағы жар болсын жалғыз деп тәңірім, жайқалған алып бәйтерек тереңге жайған тамырым. Жандар бекке ырзық қып, бір құдай тілмен жақ берген. Өзіңе тілек айтайын, сабақты ине сәт келген. Жаста болса топ жар,
20 жыл бойы айтақын ала алмаған көлікті бір-ақ жылда ап келген. Шүкірлік ет Құдайға, басыңа сондай бақ берген. Әкесінен аумаған мұрнынан айналдым. 17 түрлі қылық бар, қылығынан айналдым. Жүрекке келіп қадалған сөздерінен айналдым. Жүрегі айна көрінген көздерінен айналдым. Бұл ғақыптардың отбасы әкесінен де айналдым, баласынан да айналдым. Ақын қып тапқан жандарды анасынан да айналдым. Мен бүгін мына тойды жайнатамын, қар өлеңнің қазанын қайнатамын. Жүрсіндей жүрек жұтқан ағам барда, тойында 90 ақын сайратамын. Өмірзақ адам болса айып емес, 40 күн тойын жасап тойлатамын. Ордалы оңтүстікке күйеу болсам, желіге 70 құлын байлатамын. Пайғамбарда күйеуін сыйлаған ғой, қалтасын қақпаймын ба қайнатаның ай. Желкені жығылмасын кемеміздің, қозбайды делебеміз неге біздің. Осымен бұл айтысты аяқтайық, дәм жасса бақанасқа келеміз мың. Ойынан айнық қалмай тұрған кезде, қолына қоштасайын енеміздің ай. Рахмет. Карима Оралова, Шымкент, қазылар. Карима Оралова 10, 1, 2, 3, 4, 9, қалғаны 10, 86